Қазақ халқы ықылым заманнан қыз баласын төрге шығарып қонақ деп қадірлеген. Қыз бала дүниеге келген күні сол үйге періштелер түсіп сый сияпатын арнап кетеді екен. Ал қыз баласына емірене қарап, сүйіспеншілікпен сүйген сайын әкесі мен анасына мол сауаптан жазылып отырған. Қыз баласы нәзік болғанымен сұлулық пен сыпайылықты, шыдамдылық пен шынайылықты, сабыр мен төзімді өн бойына жинаған құдіретті күштерсің. Сондықтан қыз баласына қашанда құрмет көрсетіп, маңдайына шаң тигізбей өсіру ата-анаға жүктелген міндет деп білемін. Сол секілді біздің де үйімізде бізді бар жақсыға жетелеп, күніге тәтті қылықтарымен бізді қуантып, махаббатымызға қанып өсіп келе жатырған Хиуаз есімді кішкентай қызымыз бар. Бақытты балалық шағың, жарқын болашағың болсын ботам. Әкем мені атқа мінгізді. Қызым менің анасының айғыны, қызым менің әкесінің айбыны. Әке деген бір сөзіңе садаға, дүниенің О, менің ақ мойынсам. Өмірімді ертегіге айналдырдың жарығым, әр сәт сайын ертеңіңе ойландырдың жарығым. Хиуаз, атқа неге мінесің? Бұл маған ұнайды. Менің атымды кім қойды? Жаным, сенің атыңды Хиуаз деп әжең қойды. Хиуаз деген ол Ұлы Отан соғысының ардагері, батыр, ер жүрек, халық қаһарманы. Сол Хиуаз апамыз сияқты сені үлкен батыр қыз болсын деп әжең қойды. Наурыз айы келгенде күн суағын тасымын, шыға бatan суағын, ақ әжелер қолбарып, наурыз көжі сәріп, қонақтарға таратып. Қызым менің анасының айғыны, қызым менің әкесінің айбыны. Әке деген бір сөзіңе садаға, дүниенің бақыты мен байлығы.